Шымкенттегі сабақта ешкім ешнәрсе істемей ешқайда кетпейді. Өйткені біз бәріміз сол жерде жатамыз. 10 күндік бұл тендерден 10 күндік армия деп атын солай қойдық. 10 күнде не істейміз? Жататын жер бәрі дайындап қойдық. Тамақ бәрі сол жерде. И біз не істейміз? Тек қана тендерге қатысамыз. Сабақ өтеміз и тендерге заявка жібереміз. Сабақ өтеміз, заявка жібереміз. Сабақты біз тек қана обедке дейін ғана бір уақыт береміз, одан кейін уже заявка жібереміз. Кімде ипсы бар, может біреулерде тосы бар, финкасы бар. Вот сонымен заявка жібереміз. Қайда кіру керек, қандай жұмысқа кіру керек, маржасын қалай есептейміз деген сияқты. Кім дайын, ипсы дайын, банксы гарантия заявка жібереді. То сатып алғысы келсе, өзім личный көмектесем. Тоны тауып беріп, финкасын, тендер ұталатын, маржасы жақсы тендер ұталатын, тоны да тауып беремін сол жерден. И сол тоғымен тендерге қатысып, сол жерде сабақта, сол жерде заявка жіберіп, сол тоғымен тендер ұтамыз. Егер то сатып алуға шамасы келмейтін кісілерге менің Алматыда, Астанада тоғым бар. Әлі тендер ұтқан жоқ олар. Енді ұтады. Сол тоғылармен ұтқан тендерді мен берем сол кісілерге. Бір жұмыс берем. Пайдасын өзі көреді, біз процентін алып қаламыз болды. Егер мүмкіндігі болмай жатса. Тендерден бұл армиямыз 15 маусымда басталады. Сол үшін ол жерден бір адам, мен ойлаймын, тендер ұтпай шықпайды ау ана жерден деп ше.